Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін мен ғана емес, бүкіл әйелдер қауымын, әйелдерді өзіне шабыттандыратын, осы көптеген әйелдер осыны көру арқылы, білу арқылы шабыттанатын Коко Шанель туралы айтатын боламыз. Негізі жалпы осы Шанель, Коко Шанель оның шын есімі емес. Ол кедей отбасында өскен, әке шешесі қыздарға арналған интернетқа тапсырыс беріп, сол жаққа бала кезден интернетта оқиды. Сөйтіп ол негізі әншілік қабілеті сол кезде бар болған. Ол ызыңдап отырып ән шығарған. Өздеріңіз білесіздер, Кокорико деген әнді өзі ойлап тауып ән салған. Негізі оның аты Габриэль деген. Оның аты Габриэль негізі. Бірақ осы Кокорико деген әнді айтқаннан кейін, сол арқылы танымал болғаннан кейін, адамдар оны осы Коко деп атап кеткен. Еще оның тігін шеберханасы болған. Ол өзіне арнап әдемі көйлектер тіккенді жақсы көрген. Және осы тігін шеберханасында жұмыс істемейді енді, өзінікі ғой. Соның пішіп отырып, неше түрлі маталарды көріп отырып, осы кезде нағыз таланты осы кезде ашылатын болған. Ол өте дене бітімі де, түрі де, фигурасы да, және не дейтін энергиясы, женственный энергиясы өте мықты болғандықтан, оның өмірінде ер азаматтар өте көп болған. Солардың поддержкасымен одан да үлкен сән үйін ашқан. Одан кейін Коко Шанель осы талантымен, өзіне сенімділігімен, биік талғамымен адамдардың көзін, жүрегін жаулаған екен. Коко нағыз махаббатын жолықтырып, енді әйел бақытына қол жеткізгенде күйеу жігіт қайтыс болады. Енді барлық адамға бүкіл талантты да, сұлулықты да бере салмайды ғой, әйтеуір бір жағын ақсаңдатады. Сол сияқты бұл кісіге де енді ер азамат жағынан шамалы болмаған шығар деп ойлаймын өзім. Одан кейін Коко Шанель ең алғаш рет шляпалар шығаратын Париждегі сән үйін ашады. Сөйтіп модаға осы шляпаларды кіргізген осы Коко Шанель болған. Мысалы, біз әдемі ұзын шляпаларды көрген кезде, және андай ұзын қауырсыны бар шляпаларды көрген кезде, бірден осы біз Париж есімізге түседі. Париж есімізге түскенде бірден духи иіссу есімізге түседі. Басқаларды қайда, менің өзім дәл сондай. Одан кейін біз әлі күнге дейін сатып алып жүрген тельняшка, твид пиджактар және кішкентай қара көйлектер, ақ моншақтарға модаға шығарған. Осы кісі өз идеясы мощный болған. Сол кезден матаны іліп қойып, әдемі моншақтарды, тағы басқа нәрселерді оған іліп, осы кісі ең басында моншақтарды да барлығын осы кісі ойлап тапқан. Одан кейін Шанельдің тағдыры, таланты, апоризмі, сөздері тарихта қалдырған қолтаңбасы өзіме қатты ұнайды. Мысалы, мода приходит, стиль остается деп Шанель өзі айтқандай, Шанель стилі ешқашан өшпейді. Шанель болмағанда басқа да киімдер болмас еді. Және қанша әртүрлі мода болғанымен, әркімнің өз стилі бар деген сияқты ғой. Енді осы Коко Шанельдің өмірбаяны туралы айтып кетейін. Коко Шанель 1883 жылы 19 тамызда Самюр қаласына дүниеге келген. Габриэль 12 жасқа толғанда оның ата-анасы қайтыс болып, Шанель балалары туысқандардың үйінде тұруға мәжбүр болады. 18 жасында Габриэль киім дүкеніне сатушы болып жұмысқа орналасады, ал бос уақытында кабареде ән айтумен айналысады. Габриэльдің есімі Коко деп аталып кеткендігінің себебі оның сүйікті әндері Кокорико және Куикоко болған еді. Осылай жалғаса беріп, күндердің күнде Габриэль өзінің бір өнер көрсетуінің офицер Этем Бальзамға ұнап қалады. Уақыт өте келе екеуі қосылып, ол офицер Этем Бальзаммен Парижге көшіп келеді. Габриэль 1910 жылы Парижде ең алғашқы дүкенін осы кісі ашып береді екен. Одан кейін 1921 жылы Шанель атты иіссуын жарыққа шығарады. Яғни өзінің атына сәйкес иіссу шығарады. Бұл әйелдерге арналған иіссу, Шанельдің алғаш рет синтезделген иіссуды шығаруы 20 ғасыр адамдар үшін үлкен жаңалық болады. Бұл иіссудың хош иісі бірде гүлдің иісіне сәйкес келмеді. Одан кейін қара көйлек дегенде духи шығарған. Коко Шанель кішкентай қара көйлекті үлкен жаңалыққа айналдырады. Әйелдер аксессуарларына байланысты бұл кішкентай қара көйлекті кешке де күндіз де кие бастады. 1926 жылы американдық Vogue журналы кішкентай қара көйлекті оның тиімділігі және танымалдылығына байланысты Ford автокөлігіне теңеді. Одан кейін әйелдер сөмкесі, бұл жерде қара көйлек просто так қысқа жең және қысқа мойны қысқа қара жең көйлектер осы Коко Шанель тәтеміз шығарған екен. Мен оның яғни духи деп шатастырып тұрмын. Одан кейін әйелдер сөмкесі, оны да білесіздер, Коко Шанель деген стильде сөмкелер бар. 1954 жылы Коко Шанель мен радиокөлдерді қолда ұстаудан шаршадым, сонымен қатар мен оларды жиі жоғалтамын деп айтты. 1955 жылы ақпанда ол халықтың назарына өзінің жаңалығын әйелдерге арналған сөмкені паш етті. Бұл сөмке тік төрт бұрышты болды және алақан түрінде жасалған баудан тұрды дейді. Енді көптеген адамдар кәдімгі бауы болмаған қысқа да нұсқа кішкентай сөмкелер ұстаған ол кездерде. Ал осы Коко Шанель үнемі жоғалта бергендіктен оған осы идея қосып ұзын бауы бар сөмке шығарған. Осындай сөмкелерді де осы Шанель апам шығарыпты.
одан кейін 1939 жылы Коко Шанель өзінің барлық дүкендерін және сән үйін жауып тастады, және бұл екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты болды. Сол жылы Парижде көшіп кетіп 14 жыл Францияда және Францияның оңтүстігінде өмір сүрді. Екінші дүниежүзілік соғысының кезінде кейбір немістермен жақсы қарым қатынаста болады, сондықтан оны неміс әскерінің шпионы деп түрмеге отырғызады. Коко Шанель өзінің досы Уинстон Черчилльден көмек сұрайды. Черчилль көмектесу үшін үкіметтен оны босатуды сұрайды, бірақ оны үкіметтің қойған талабы бойынша Коко Шанельдің Францияда босату қажет деп айтқан. Сондықтан атақты болу үшін де қиындықтар көрілу керек деп ойлаймын. Енді бұндай атақты болу үшін бірден жете салған адамдар өте аз. Егер де менің осы Коко Шанель туралы мәліметім сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазып кетіңіздер.